Парламент еңбек адамының құқығын қорғауды күшейтетін заң қабылдады. Мәжіліс депутаты Аймағамбетовке сілтеме жасап, себебі бастамашы депутаттар бірнеше пунктіне тоқталамыз. Бірінші, скрининг жұмыс берушінің есебінен. Жұмыс беруші орташа жалақын сақтай отырып, 3 күнге дейін скринингке жіберуге міндетті. Өйтпесе жауапкершілік арқалайды. Екінші, ауысым алдындағы тексеру бұл да жұмыс. Жүргізушілер мен зауыт жұмысшылары тексеруден өту үшін сағаттап кезекте тұрады. Бұл уақыт төленбейді. Енді төленуі тиіс. Аймағамбетовтың айтуынша бұл норма кәсіпорындарды процесті автоматтандыруға итермелейді. Әйтпесе кезекте тұрған әр сағат үшін ақы төлеу керек. Үшінші, әділ жаза. Кішкене қателік үшін адамды бірден жұмыстан шығаруға болмайды. Өз еркіңмен кет, болмаса бап бойынша шығарамын деп діңкілдейтін бастықтар барын кім білмейді. Еңбекші таптың құқығын қорғайтын кілттерді осылай қалмай іздеу керек. Себебі гуманист жұмыс беруші аса көп емес. Қозы Көрпеш жасарал жалғастырады. Ғабит Әбдікенов қоғамдық көлік жүргізушісі. 30 жылдан бері осы саладан нан тауып жүр. Жұмысқа Қалар кезіндегі Сарыкемер ауылынан қатынайды. Күннің көзі сынық сүйем көтерілгеннен қасқарайғанға дейін рөлде. 5-те тұрып келеміз, путевканы аламыз, дәрігерге кіреміз, дәрігер бізді тексереді, қан қысымымызды тексереді, алкотест тексереді. Көптеген кезек болып қалады, 1 сағаттай тұрамыз дәрігердің алдында. Осындай медициналық тексеріске кеткен уақыт үшін ақы төлену керек пе жоқ па? Бұл сұрақ бүгінгі дейін дау тудырып келген. Себебі Ғабит секілді түнгі 4-те төсегінен тұрып, таңғы 5-те жұмысқа келетіндері бар. Осы проблема шешу үшін сменаның алдындағы тексеріс уақыты, егер ол ұзақ болатын болса, бұл да жұмыс уақытына кіреді. Яғни бұған да енді жұмыс беруші ақы төлеу керек. Бұл норма осы жұмыс берушілерге автоматтандыруға жақсы бір мүмкіндік береді деп ойлаймын. Екіншіден, егер автоматтандырмаса, онда бұл уақыт азаматтарға төлену керек. Демек, мұнай газ, тау-кен және көлік тасымалы саласындағы кәсіпорындар таңдау жасауы қажет. Тексерісті автоматтандыру немесе ақы төлеу. Ал маңдай терін бұлдаған мамандар басшылыққа жақпайтыны рас. Еңбек кодексі қысым жасау құралына айналды дейді сарапшылар. Мәселен, қызметкер алғаш рет болмашы қателік жасаса, оған ескерту, сөгіс, тіпті қатаң сөгіс берілсе болады ғой. Жұмыс берушіде тәртіптік жазаға тарту, сол тәртіптік жаза ретінде жұмыстан шығаруды, яғни еңбек шартын бұзуды пайдалануға құқық бар. Қазіргі еңбек заңнамамызда біздегі ол реттілік жоқ. Басшылық жағынан да, мысалы, сол жұмыс орынды босату үшін жұмыскерге кәдімгідей қысымшылық жасайды. Өз бетімен кет, я болмаса бап бойынша шығарам деп, кәдімгідей артынан қалмайтындар да бар. Негізі еңбек кодексінде тәртіптік жазаларды қолдану 65-ші баппен реттеледі. Енді осы бапқа тағы бір норма қосылып отыр. Ол тараптар арасындағы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді дейді заң авторлары. Яғни басшылық қандайда бір жаза бермес бұрын мән жайды қызметкердің өкінетінін ескеруге міндетті. Әрине, жауапкершіліктен мүлде босатуға болмайды. Шынымен де тәртіп бұзған адамды жауапкершілікке тарту керек. Себебі жауапкершіліктен құтылған адам, ол ешқашанда дұрыс ойға келмейді. Биылдың өзінде еңбек инспекциясына 22 мыңға жуық арыз шағым түскен. Соның 83%-ы қызметтен қудалау, жалақы мен еңбек шартын заңсыз бұзуға байланысты. Соның ішінде ар-намысты аяққа таптайтын басшылар да бар. Енді олар абайлау керек. Өйткені жұмыскердің ар-намысы мен қадір-қасиетіне құрмет көрсетілуіне, жеке өміріне қол сұғылмауына құқығы бар деген бап енді. Яғни оның жеке өмірі бойынша, оның жеке бір қасиеттері бойынша ешқандай жұмысы болмау керек. Азамат жұмысты істей ала ма? Берілген функцияларды орындап отыр ма? Міне сол жеткілікті. Жалпы еңбек қатынастарындағы кез келген заң бұзушылықты негізі осы жұмыскердің құқығын таптау деп қабылдауымыз керек. Жұмысшы жалшы емес, еңбек саласында жұмыс беруші мен жұмысшы бір-біріне тәуелді. Сәйкесінше қос тарапта еңбек шартындағы міндеттемелерді қатар орындауы тиіс. Соның бірі скрининг. Егер оған басшылық жібермесе, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Әрбір басшы өзінің қызметкерін скринингке жіберіп тұру керек деп ойлаймын, қолдаймын. Өйткені қызметкеріміз жұмыста болмаса, жұмыста жүрмейді. Скринингке егер де қызметкерді жібермейтін болса, әрине заңға жүгінуге болады. Енді жұмыс беруші
осы скринингқа 3 күнге дейін орташа жалақысын төлей отырып, сақтай отырып жіберуге міндетті. Өйткені көп азаматтар жұмыстан шыға алмай жатады. Көп азаматтарды жұмысынан босатпай жатады, әлде олар білмей қалады. Бұдан кейін білмей қалдым деген әңгіме болмайды. Мұнымен кадр қызметі тікелей айналысады. Медициналық тексерістің уақыты келгенде егов немесе СМС арқылы хабарлама жолданады. Біз скринингтер жөнінде хабарламаны жұмысшыға да және жұмыс берушіге де беруге дайындалып жатырмыз. Біз цифрлық платформалардың интеграциясын қазір бастап кеттік. Оның аяқталу мерзімі біздің қабылданған алгоритм бойынша осы жылдың 3-4 тоқсанында деп жоспарлап отырмыз. Ал ең көп кездесетін кейс декреттік демалысқа шыққан әйелдер бұрынғы жұмысына бара алмайды. Ендігі жерде олар жұмыс берушіден жазбаша жауап алуға құқылы. Соның аясында сотқа жүгіне алады. Егер жұмысқа қабылданбаса, неге олай екенін түсіндірілген жазбаша жауап жүкті әйелдер мен мүгедектігі бар азаматтарға да міндетті түрде берілуі қажет. Еңбек кодексіндегі өзгерістерді Сенат мақұлдап президенттің қол қоюына жіберді. Бұл тек заң нормаларының жиынтығы емес, жұмысшының құқығы мен бостандығын қорғайтын әлеуметтік кепілдік. Әділ қоғам құрудың бір алғы шарты еңбек адамын қадірлеу екенін ескерсек, маңдай тердің өтеуін бермеу, мансұқ ету заң бұзушылықтан бұрын адамгершілікке қайшы әрекет. Бұл енді санаға байланысты пайым. Оның әңгімесі көп, өкінішке қарай. Қозы Көрпеш, Жасарал, Дәулетбек Әбдірахман, апта.